түш. Астайын. Оятпайсың ба ертең ағай? Жұмыстан кешігетін болма. Не болды қызым? Көмектесіңші, тараққан. Ештеңе етпейді, қазір мен жуынып алайыншы қызым. Мен ақ көрмедіңіз бе? Қайдан білейін? Сен немене бір аяқпен жүрсің? Нәскиің қайда? Нәскиің тауып ал бар. Бар тез-тез киініп келіңдер шейін. Қазір қосымшадан кешігерсіңдер. Мам, пап, кесіп келер тамаққа. Жүріңдер, тез-тез. Олмаш тез-тез жүріңдерші. Тез-тез жүрсеңдерші, тез-тез. Адам жолын бөгемей. Шайын құйшы тез. Шерейді, әкеңе. Кім ол телефонға звондап отқан? Алсаш? Кім екен бұл? Ей, бастық қой. Оған не деп айтамын, а? Не деп жауап берем оған? Машинамды соғып алдым десем. Сенем екен, сенбес пе екен? Пап, сенбейді, сіз осымен үшінші рет айтайын деп жатсыз ғой. Сен оны қайдан білесің оны? Сіз бір ретте мен мектепке алып бара жатқанда айтқансыз. Ал мені жарысқа шығарып салып жатқан кезде айтқансыз. Жасаған бере салғаны. Әкең қасына шық. Кел, мен Құдай бере салған. Менің Шай берші. шапағатым айналайын. Шайды алып бер. Шай берші. Тәттілерді алдына қой. Нанды қой. Жесін. Жеп ал. Пап, маған жаңа ойыншық алып беріңізші. Жарайды балам, алып берем. Айналайын. Қан сендер тамақтарын тездетіп ішіп алыңдар. Сосын сабақтарыңа дайын болыңдар. Түсіндір ма? Мен 1 сағаттан кейін алып кетем сендерді. Таксимен жібере салсаш? Жоқ ой. Оған өзіме бензин қоймайын ба өзіме? Жаңа ғана балаңызға жаңа ойыншық алып берем деп жатыр едіңіз ғой. Олды енді. Көп сөйлей бермеңдер сендер. Шай ішсе шай ішіп ал, ке. Кетшіп жейсің ба? Жақ берейін ба? Ке. Нан қалай қолдың? Білесің ба? Ойбай, мынау не болды мынау? Не болды мынау енді? Көзіңе қарасайшы енді. Ой, сенде. Жаңа көйлегің бар ма? Тағы да басқа көйлек? Иә, сөреде тұр. Ол тез-тез шайларыңды ішіп дайын отырыңдар. Мен Мен қазір 1 сағаттан кейін келем. Иә, мен де кеттім. не болды? Дария, саған аманат. Жақсы, Дария. Өте жақсы. Точно ма, апай? Жони каз емес па? Қыркүйектегі жарысқа дейін әлі қанша уақыт бар, дайындалып үлгересің. Уайымдама, жарай ма? Иә, апай, бірақ та көбірек дайындау керек ау. Сен арасында кішкене демалып тұр. Онсыз да өзің қалаған оқуға түсесің. Мен саған сенем. Үйдегілер осылай мақтаса ше, қуанып қалар едім. Сені әкең мен анаң да дәл осылай мақтан тұтады. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Жақсы, бара бер. Мен сенбеген нәрсеге сіз қалай сенесіз? Түсінбедім. Сау болыңыз, апай деймін. Жақсы. Жүре ғой, айым. Бұл енді сенің жаңа сыныбың. Жаңа достармен қауышып, оқу жылында бірге оқисыңдар, жарай ма? Саламатсыңдар ма, балалар? Қалайсыңдар? Саламатсыз ба, апай? Жақсы өзіңіз? Жақсы, отырыңдар. Бұл Тамирис. Осы сыныптың үздігі, біздің мақтанышымыз. Мен де өз мектебімнің үздігі болғанмын. Есімім Айым. Солай ма? Олай болса бұл жақта да сен үздік боласың деген үміттемін, айым. Я, апай, ойымдамаңыз. Қойш, мені мектепте тек жарыс болады десеңдер ше. Айтпақшы, Тамирис, осы айда олимпиада болады. Қатысасың ғой, Мен қатысайыншы, апай. Жоқ, мен өзім қатысамын. Қыздар, таласпаңдар. Тамирис, айымға мүмкіндік берейік. Бір жағынан дәрежесін де көрейік. Иә, сен біраз демалсаңшы. Айым қатысып көрсін. Қазір таяқ жесін. Апай, может, сабақ барысында көрерміз, кімнің мықты екенін. Жақсы, солай жасайық. Енді екеуің келіссеңдер болды ғой, қыздар, Олай болса, қоңырау болып қалған екен, мен бара берейін. Тамирис, сыныпты айымға өзің таныстырарсың, жарай ма? Сау болыңдар, балалар. Қош келдің. Қош көрдік. Мен қуаныштымын. Сендер бір-біріңе кім болып келесіңдер? Бұл ма? Бұл мен запчастым. Маған бірден оққаса, осын үшін алып сала саламыз. Кетша, адам сияқты егізім деп айтуға болмай ма? Оны түсіндім. Түсінсең болыпты. Кел, менің қасым отыр. Так, қара, сен алдында 3 алма бар, я? Енді осын алып біреуін жеш ма? Нам-нам-нам жеп қойдым. Енді қара, неше алма қалды? 3 алма қалды. Қалай 3 алма болады? Санасайшы. Сен маған сана деген жоқсың ғой.
Енді қанша алма бар? Просто біреу қалтамда. Мама септар тұрса айтады ғой, сендер түсінбейсіңдер. Маманың артына тұға берме болғай, бір күн оңбай таяқ жейсің. Мама мен папа бәрібір мені жақтап шығады. Басына істейміз енді, қара нау шалма. Я? Я. Енді осыны алып біреуін же. Әкелші, әкел деймін. Не оқып жатсың беріліп, қандай кітап мынау? Қуып жатсаң сенікі. Ой, сенде бір ойнайтын уақытты тауып. Мәдим, ала алмайсың ғой. Ай, не oldu, қатты ұрыпты ма? Алдым. Бүйтіп алдауға болмайды ғой. Соғыста барлық тәсіл тиімді. Күшті сабағыңды оқысай одан да. Ай, көзім. Бүгін Ахмет маған сабақ үйретіп жатыр бұрысты. Ой, жаным, неге ұрсасың балаға? Мам енді өзі ғой ештеңе оқығысы келмейді. Сендер бауыр болып не қып жүрсіңдер, а? Үйрет балаға. Менің балам өскенде әкім болады, бәрін басқаратын боласың. Ондай жоғары жерге барайын деп жатқан жоқпын, пап. Жай министр болсам да сол жетеді маған. Ой, сен айтып жатқан жоқ, Нұрислам. Иә, сендер үйді ойнай бермей, шайларын ішіңдер. Сосын кішкентайларыңа жақсылап қараңдар. Түсіндір ме? Бұл бізге қарап жүрген сияқты ғой. Қызым, қисық сөйлей бермейіп, қарап жүр десе қарап жүр. Ешкім тиіспесін. Бізді шапағаттан кім қорғайды? Соған. Сендерге не болды? Біреу бір жерін ашып отыр ма? Папа, олар сіздерді мазақтап жатыр. Өтірік айтпашы. Ұрыспа балаға. Қане, тыныш отырыңдар. Тездетіп, шайларыңды тез ішіңдер. Тыныш отырыңдар. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Кел, кіріңдер. Не болды? Жай, сенімен сөйлесейін деп едік. Дарья әпке, осы шыныңыз айтыңызшы. Мама мен папа біз жақсы көреді ма? Иә да, оны неге сұрап тұрсың, Ахмет? Білмеймін, маған олай көрінбейді. Сол ғой, как будто біз шапағаттың қасында көрмейтін сияқты. Олай емес, ол кішкентай бала ғой. Сол үшін абай болсын дегені шығар. Өзің сенбейсің ғой, ертең оқуға түсетін кезде біз тастап кетесің ба? Жоқ, мен жақсы оқуға түсу үшін еңбектеніп жатырмын. Бұйырса Алматыға кетем. Онда мен де сенің атынан барам. Ал мен шетелге кетем, гимнаст болам, балетке қатысамын. Сосын сендерді өз бикешіме шақырамын. Менен де өз кетпеш, мен көре алмаймын. Ой, сен де бол қайда? Ал мен біздің бәріміз жетпейтін бір адамды білемін. Шапағат қой. Сіздің ма не үлкен сыйлауды білмейсің ба? Бір жасқа үлкен екеніңді қайдаға айта бересің ба? Мультик көреміз дедім ғой. Жоқ, кино көреміз, әкелдіз. О, не көрейін деп жатырмыз? Нең бар сенің бар мамаңның, папаңның қасына. Неге олай айта бересіңдер? Өзім білемін. Өзің білді ашық кетсе онда. Соны айтам. Естедің сен? Балалар, не істеп жатсыңдар сендер, а? Біз жай жігіттер сырласайын деген. Сендер шапағатпен әңгіме айтайын дегенсіңдер ма? Айтпақшы, мен сериалым басталып пульт қайда? Ойбай, мама. Не болды сон шайқайлап? Алдынан бері итке су беруді ұмытып кеттім. Соған бұл айқайлайсың ба? Ой, бұл свет өшті ана. Құдай сақтайды. Дедің? Құдай сақтасын деймін да. Керек емес уақытта өшіп қалғанын айтамын да. Ама мына екеу телевизор сындырды. Қашан? Сен екеуің бар ғой. Жазаланасында сендер бар ғой. Туған күнде де, мерекеде де ешқандай сыйлық алмайсыңдар, жүр. Қайдан ғана туылдым. Жарайды балалар, сабағымызды бастаймыз. Тамирис, Нұрислам қайда? Қазір келем деген апай, кішкене мазасы болмай, медпунктке кетті. Жақсы, сабақты бастай берейік. Осыдан қолыма түс, мама мен папаға айтып бермесем. Нұрислам, сап-сау еді ғой жаңа ғана. Сенің не шаруаң бар? Кәнеке, сабақты кім айтады?
Апай, мен айтайыншы, дайындалып келдім. Жарайды, кел, айта ғой. Қазақ хандығы 1566-67 жылы құрылған. Құрылушы Керей мен Жәнібек хандары. Олар Хиуа. Кешіріңіз апай, Томирис қателесіп кетті. Неден қателесіппін? Қазақ хандығы 1565-1566 жылдары құрылған. Өз тарихын білмегенді жығу оңай дейді атам қазақ. Атаң айтшы, тыныш отыра берсін. Қыздар, ұрыспаймыз. Айым дұрыс айтады. Айым саған 5. Томирис, отыра ғой. Қанеке, сабақты тағы да кім айтады? Апай, мен айтайыншы, дайындалып келдім. Әрине, кел, шық, айта ғой. Алтын орданың алғашқы құрылуы 13-ші ғасырдың соңы, 18-ші ғасырдың басына дейін жалғасқан болады. Кешіріңіз апай, айтып жатқаны бәрі қате. Қай жері қате? Қате бар. Қанеке, балалар, қатені кім түзетеді? Апай, мен айтайыншы. Айта ғой. Ғасырлары дұрыс емес. 13-ші ғасырдың басы, 16-ші ғасырдың соңы. Томирис, саған 5+. Айым, сен жалғастыра ғой. Қазақ хандығы 1565-1566 жылдары құрылған. Демек, Қазақ хандығы 16 ғасырдың ортасынан ары қарай құрылған екен, е? Отыра ғой, саған да 5. По сути, сендер көп нәрсе бітірмейсіңдер ғой. Неге бітірмейді екенбіз? Әлемдегі бүкіл кереметті еркектер ашқан ғой. Әйел адамдар ашар еді, егер оқса, просто балдар көре алмады. Үйтіп ақтамай қойшы. Бәрібір бізге өмір сүргенде қиын ғой. Қыздар нәзік деп дым істетпейді ғой. Сол ғой. Ойбай, сендер дым істеп жүрген жоқсыңдар ғой. Бұрынғыларды айтуға болады. Қазір деген қан көрсеңдер талып жүресіңдер ғой. Кім? Бір ғасырда бір талып қалыппыз. Айтып қоймадың ғой. Бір рет емес қой. Сен ба бәріне мен туралы жайып жүрген? Мынау кім кішкентай болып алып не дейді? Я, шапағаттан алылмаған өшіңді менен алайын деп жатсың ба? Ол жерде менің кінәм жоқ. Менің де кінәм жоқ. Бірақ жазаны бірде алдық қой. Қанша айтам ғой сол бала тыныш болсын деп. Не айтып кеттіңдер өзі? Ой, сен просто түсінбейсің, мен кеттім сендер ме сөйлескенше. Бауырым, жан дегенде жалғызым. Мені мына кобраның қасына жалғыз тастап кеттің, ау. Кім кобра? Нұрислам қай жақта тұратын едің? Мен примерно білемін, Омардың інісі емессің ба? Жолдан қасса болай. Кетші, Саған үлкендермен дұрыстап сөйлесуді үйретпеген бе? тарт қолынан ерінді. Тартпасам не болады? Мамаға айтам мен сені. Мамасының баласы тұншырықтың ба? Дария, көмектес! Өзің бұзықсылық жасадың, өзің шеш. Сенің үйде де абыройы жоқ екен ғой. Бар сабағыңа. Алдыңғы жолы негіз біз осылай шығарғанбыз. Негіз мен бүкіл дәптерлерімді сақтап жүрем ғой. Жақсы болды ғой, кімнен алам деп жүредім. Мыналардың бәрін алып кете берсем болады ғой, я? Ала бер, маған керек емес. Тек мен атын замаскымен жауып таста, я? Мұны екеу қуама. Өздері кинода жүрміз деп ойып жүр ма? Не істеп жүр? Мән берме, арасында сөйтетін әдеттері бар. Аяғым. Омар, бүгін математика тест жазыңдар ма? Ой, не дейді? Ертең дейді. Не айтсам апты? Айттым ғой саған, басқа кітап алайық деп. Соған кезірінен танып қойды ал. Мен нем бар сенің ғой, өзің ғой. Не істеп жатыр андай істегі? Сенің есігінен біліп қойды. Бүгінге болды. Мен кеттім, егер сұрағың болса, ертең сұрашы жарай ма? Екеуің үйге қайтасыңдар ма? Кейінде барамыз, жаңа барай бар. Мақұл, мен кеттім. Сен үйдің, біздің үйдің қыздарымен күш араласасың, я? Шай сұрадың ба? Біздің сыныптағы Айым деген қыз сендердің қастарында үйге келіпті да, соған танисыңдар ма деген ғой. Я, танимын, біздің туысқанымыз ғой, не болды? Ештеңе, жай сұрай салған. Қатты араласың келіп баратса, апарайын да үйіне. Қой бұл, ұялып қызарып, бәріміздің позорымыз шашар қоясың. Кеш болып кетті, қайтайық онда үйге. Давай. Мынау кіммен сөйлесіп жатыр? Тез жіберші бол, қазір менде сабақ басталады. Үлгермей қалам, бол, тез. Сосын ешкімге айтпа, әйтпесе таяқ жейсің.
салдың ба? Қалай, сабақтарың жақсы ма? Ей, сенің неге көңіл күйің жоқ? Біреу тиісті ма? Иә, біреу тиісті мектепте. Мектепте? Иә. Кім? Ой, мен бір тапсырмасын жүктеуге ұмытып кеттім. Сіздер отыра беріңіздер. Кім тиісті? Мектепке барып жаны шығарайын. Болды, қоя беріңіздер. Айтпақшы, балалар теледидарды жөндетіп қойдым. Бірақ енді бұзсаңдар. Оңдырмайым, түсіңдер ме? Айтпақшы, біз қонаққа кетеміз ертең. Бәрін дайындап кетем. Шапағатқа қарап жүріңдер. Иә, мам, онсыз да күнде қарап жүріңіз ғой. Жарқыным, сол мамасының сәні. Да? Қош. Сен не деп жауап бердің? Прям сол айтты ма? А мен саған басында айтқанмын. Соны білесің ба өзің? Қазір бәрі сондай. Вот сол кезде мен тыңдауым керек еді. Сен қыздыққа не жатса, таңның батысы, күннің атысы. Ең болмаса мана бөлмең жинасаңшы. Саған өзім хабарласамын да. Бір өтініш, бар болғаны бір өтініш жасадым ғой, мам. Тым болмаса демалыс күні есігін қағып жүрсеңізші. Мынау сенің бөлмең ба? Бұл мал қора ғой, қараш, мал қора ғой. Не болды, мам? Не бар сұратысыздар? Мына қыз ғой, қараш бөлмесін. Онда сәл шыдаңыз, 18-ге толамды бұл үйден кетем. Мына қыздың мінезін қараш, тура атасына ұқсайды. Тек атада емес, қоңылда емес, шапағатта да бар. Сіздер оны байқай бермейсіздер. Ол кішкентай. Аналар қайда? Далаға шығып кеткен, қазір кіретін шығар. Бар шақыр. Әбден шаршатып бітті. Бар тамақтарын ішіңдер. Бүгін қонаққа кетеміз. Екі. Бес. Отылдың. Ей, Дарияға не болды? Дария, не болды? Ештеңе бар, ойнай берсіңдерші. Не үйден шықсаңдар, соғыстан шыққанда шығасыңдар, Мына шапағат дегенше, еріма тиіп бітті уже. Өй, бір жаңадан бірден айтама десем. Жоқ, неге соны бірінші орынға қоя береді? Кішкентай болған соң шығар. О, сендер де осы жақта тұрасыңдар ма? Мәз саған айым қарашы. Ой, әртіс-ай. Бәріңе сәлем, не болды? Көңіл күйлерің жоқ қой? Сені көріп одан самай жоқ болып кетті. Томи, қош енді. Ой, сол үйдің мәселесі ғой. Алдында саған айтқаным ғой. Шапағат па? Не біздің үйдің сырын жайып жүрсіңдер бәріне? Давай демесіндерге бір лайфқа айтайын. Шапағат па? Тәрбиеле баласыңды. Мен көріп тұрсыңдар ма? Мен көріп тұрсыңдар ма деймін? Мен көріп тұрсыңдар ма? Менің дедіңдер ма? Нұрисламнан ауыстыр. Қазір. Папа бізге даланы жинастыра салыңдар деген. Нұрислам, телдарды ауыстыршы. Қызық емес қой. Мұнан сендер істеп деп айтам. Мен өз бөлмемде болам. Бір кеттік. Неге әдейі істеп жатсыңдар? Неге әдейі істеп жатсыңдар? Мұнан сендер істеп деп айтам. Не мұнан осы қалай шығардыңдар? Білмеймін. Мұнан сендер істеп деп айтам деймін. Онда өздерің біліңдер. Мынау үйдің бәрін көшіріп тастап, сосын мамалар бізге ұрсып жүрмес. Камералар тұр ғой, көрсете саламыз, сөз болып ба? Ертең асыр. Я. Сан тұрғанда ақмазы, сан тұрғанда ақмазы, қарашы қызмен ақмазы. Ал мұна жер жинап болғасындар ма? Қайта жинаңдар ал. Кеттік, ауланы жинастырайық енді. Давай кеттік.
мені көреді екенсің ғой. Мынау үйіңді артық білгеніңді істеп, бірақ менің бөлмемде емес. Өзім білемін. Қазір саған өзім білемін көрсетем. Шық. Қонақ бөлмеде оны бар, ойнаймыз ба? Я, ойнайық. Мені ойнайсыра. Өздеріңдер зато мама мен папа мені көбірек жақсы көреді. Бүгінгі шаршадық. Не мына жер? Аяқ киімдер шашылып жатқан қараш. Естеген мына жердің бәрін? Ой, Апалаң тоқалаң шығар. қыздарға айтып едім, жина деп. Айттың ба оларға? Айтқан, жинап жатқан шығар, жүрші, көрейік. Не мына жер? Не болып кеткен мына жер? Не істеп отырсыңдар сендер? А? Мынау не болып кеткен? Мыналар ой барын істеген. Мына балаға қарамайсыңдар ма сендер? Аха, соқ отырды. Бізде видео дәлел бар. Бірдеңеге ұрынып қалса ше бұл. А неге бізді осылай уайымдамайсыздар? Сол ғой біз как будто көршінің баласы сияқтымыз. Ол енді кішкентай ғой. Ол кішкентай емес, мам. Нато апашла біз де кішкентаймыз. Қанша мәрте артын жинап жүрсек те бір мақтамайсыздар ғой. Енді өздеріңіз көріңіздер, балаларыңыз не істейді. Нан қараш. Сен өзі не істеп тұрсың өзі әй бала, а? Мыналар ғой, мектепте де, басқа жақта да мені қоспайтын. Енді қасына барсаң қосады ғой сені. Қоспайды, бәрі сіздердің кесірлеріңіз. Олар өздері бауыр болып жүреді. Қыздарым, мені кешіріңдерші. Әкелерің екеуміз сендерді түсінбеппіз. Бірақ сендеркі де дұрыс емес қой. Мам, біз сізге қанша мәрте айтуға тырыстық қой. Балам деп бізді көрмейсіз, асырап алсаңыз айтсаңызшы. Құдай сақтасын қызым, қайдағы жоқты айтпай. Біз де сізбен отырып сыр басқымыз келеді. Анамызға сыр айтқымыз келеді. Бірақ каким-то образом сіз мүлде жоқсыз. Адам сияқты еркелеп, бала сияқты қуанып жүргіміз келеді. Кешіріңдерші мені. Біздің сіздерге материалдық жақтан еш өкпеміз жоқ. Өмірде бастысы байлық емес қой. Әйтпесе байдың бәрі бақытты болып кетпей ма? Кешіріңдерші қыздар. Сендермен бір жақсылап сөйлесе де алмадым. Бірақ мына Дарияны босанғанда 19 жасар едім. Енді есейіп, мектепті бітіріп, оқуға түсетін шағында байқамайда қалыппыз. Мам, біз сізді де жақсы көреміз. Біз Шапағатты да жақсы көреміз. Біз бірақ сіз оны көрсетуге мүмкіндік бермейсіз. Жарайды қыздарым. Мүмкіндік бір-бірімізге берейік, жарай ма? Әкең екеуміз сендерге түзелеміз де уәде береміз. Жандарым сол. Кешіріңізші, пап, біз олай артық кеткіміз келмеді. Иә, біз Шапағатты олай бұзықтанып кетеді деп ойламадық. Балаларым, сендерде кінә жоқ. Қателік, кінә, мына аналарың екеумізде екен. Сендермен Шапағатты бөлеміз деп, араларыңдағы бауырластық байланыс барын ұмытып кетіппіз. Омар аға, Нұрсұлан аға кешіріңдерші. Келесі жолы аула жинағанда мен не жинасам? Жоқ, келесі жолы аула жинағанда Омар екеуміз қарап тұрамыз. Ал сен бәрін жинайсың. Жарайды. Мына бұзықты сендерге тапсырам. Түсініңдер ме? Ой, пап, барлығымызды өздеріңіз тәрбиелей беріңіздер. Біз өзімізбен өзіміз бала болып жүре берейік. Иә, сіздердің балаларыңыз бір-бірімізбен бауыр болып. Мына ақылды балаларды кім тәрбиелеген ей? Дария ғой. Дария ма? Кел ағай. Айналайын, аман болыңдар. Кел.
Өсіңдер, өніңдер. Қойш, рияны сөйттіңдер ма не? Яра өзің айттың ғой сонен. Иә, енді мама мен папа сабасына түсіп тұрғанда бір жақсылап ұрып алса. Ой, мен де соны айтам ба деп тұрмын. Қойыңдар, бауырларың емес па? Ойнап айтамыз, біз де оны жақсы көреміз. Мүмкін болса бірақ өзі білмей ақ қойсын. Тағы кісі болып кетсе тағы. Ал, айым, келе ғой. Апай, өтініш, маған осы олимпиадаға бару керек. Неге сонша барғың кеп қалды? Әлде Томириспен таласып жүрсің ба? Жоқ, апай, менің онымен таласатын уақытым жоқ. Менің бағама мамам жаман қатты қарайды. Осыған барады деп бәріне айтып қойыпты. Бармайтын болсам, қатты ұрыс естимін. Апай, өтініш. Білмеймін, мен ойланып көрейін. Бірақ Томиристен да ұят болайын деп тұр. Томириске өзім өтініш жасап көрсемші? Оның келіспейтіні анық. Бірақ сен өтініш жасап көр, жарай ма? Жарайды, апай. Жақсы ендеше, сау болайын. Сау болыңыз, апай. Не істейсің болады? Әу, Кетті, мамаға айтамын сені. мамаң не істей алады маған? Мына мектепте 5 бірдей үлкен бауырларың бар. Біреу маған бірдеңе істемейді, білесің ба? Кетті бар. Ей, дұрыстап сөйлеймін саған. Айтпесең не болатынын білесің ба? Айтпесе не болады, не істейсің ал? Ей, кетші бар жағыласпай. Бауырымнан алақ жүр түсінім ба? Жүрмесе не болады? Мынандай болады, саған кет деді ғой. Сендер жындысыңдар ма? Сен армен құрып кетіңдерші бар. Томи, сабыр сақтай ақ, қырылма. Ешкім қырылайын деп жатқан жоқ. Айым, олимпиадаға сен қатыса бер, мен қатыспайтын болдым. Неге? Тағы да бір прикол тыған деп тұрсың ба? Жоқ, менікі артық болса ренжіме, жақсы дос боламыз деген үміттемін. Ойнап тұрған жоқсың ба? Жоқ, олимпиадада сен жеңіске жетуің керексің. Сенікі жай шама, кіммен спорласын? Бір бауыр болып жақтайын демейсің, е? Мен сені бауыр үшін жақсы көреді деп ойлайсың ба? Мен сені вообще жақсы көрмеймін. Қазір таяғы жейсің. Ути-пути, ренжиді өзі. Мә, егіз болған күшті ғой, а? Томирисан, көп рахмет, үміттеріңді ақтаймын. Ең бастысы анаң тыныш болсын, қалғаны болатын нәрсе ғой. Онда сендерге тамақ алып берейін. Асханаға барамыз ба? О, тегін тамақ. Өтірік қуана салмаш, жаңағына келдің ғой. Одан сөз жүрсеңш, кафеге барамыз. Мен де барсам бола ма? Әрине. Алло? Иә, мен шығып жатырмын әпке. Паркке барып, балмұздақ жеп қайтайық онда. Жай. Балалық шақты еске алып. Мақұл, хабарласамыз. Жақсы. Қазір сен мен айтқанымды тыңдамасам, мен сені мама айтып беремін. Мен сен итаки барлық айтқаныңды істеп жүрмін. Басқа не керек саған? Сен неге маған ұстай бересің? Мен үйдің кішкентайымын ғой, маған ұсуға болмайды. Үйдің кішкентай болсаң болды ма не? Иә, мама маған айтты, үйдің кішкентайларына ұсуға болмайды деп. Қазір мен мама звондаймын, сосын сен телефон тартып алады. Звондама мамаға, шешеміз өзіміз. Балалар, сендерді 1 минутқа бола ма? Мұнда жайғасып отыра беріңдер. Сендер не туралы айтып жатсыңдар? Бағана менің анам жұмысқа кетер алдында ағаға ақша берген. Ол ақшаны маған бермей жатыр. Ол ақшаны мама нан алсын деп берді. Артылса ғана жаратасыңдар деді. Неге түсінбейсің соны? Ал менің балмұздақ жегім келеді. Маған балмұздақ алып берші. Қой балалар, олай болмайды. Сендердің аналарың екеуіңе бірдей қарайды. Анам одан гөрі мені қаттырақ жақсы көреді. Онда сен сол махаббатымен бауырыңмен бірге бөліс. Ой, түсінбейді бұл ондайды. Осыдан өсейінші тура араласпай кетем. Қой, олай деп айтпа. Бауыр ол анаңнан кейінгі сенім артар серігің. Сендер бір-бірлеріңді қолдамасыңдар, қорғамасыңдар.
сендерді кім қорғайды? Өзі ғой, үнемі осылай жүреді. Мен емес, сен жүресің. Мен қазір ғана не айтып жатырмын, балдар? Аға, сіздің өзі неше бауырыңыз бар? Менің бір емес 5 бауырым бар. Мен сендерді жақсы түсініп тұрмын. Бірақ уақыт деген ол өте тез өтеді. Сендер бір-бірлеріңнің қадіріңді біліп үлгермей қаласыңдар. Сондықтан бір-бірлеріңнің қадіріңді біліңдер. Кешірші аға. Все, онда келістік. Мен саған артылған ақшадан балмұздақ алып беремін. О, міне енді тамаша болды. Осылай тату-тәтті жүріңдер. Сәлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.